Білім алу арқылы көркем әдеп, көркем мінезге қол жеткізуге болады. Адам баласы оқыған сайын оның білімі артып, ненің жақсы, ненің өзіне зиян, ненің пайда екенін білген сайын, оның мінезі де жақсара түседі. Білім адам баласын көркем мінезге, ал надандық адам баласын құлдырауға, жаман әдеттерге жетелейді. Адам баласы білімді болған сайын, ақ пен қараны ажыратып, Аллах тағаланы дұрыс танып, күнәлі істерден сақтанып, сауапты істерге көбіне өзін бауландырады. Сондықтан қасиетті Құранда білгендер мен білмегендер тең бе деп айтады. Ардақты пайғамбарымызда шынтуайында Алладан шынайы қорқатындар Алланың құлдарының ішіндегі ғұламалар деп айтқан. Ардақты пайғамбарымыздан келіп, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, адамдардың жәннатқа кіруіне ең көп нәрсе не себеп болады деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, тақуалық және көркем мінез деп жауап берген екен.